Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube канал көрермендері, қалайсыздар? Амансыздар ма? Бүгін қыркүйектің 25-і 5:25 адаспасам иә. Бізде Аллаға шүкір бәрі жақсы. Керемет. Шөп шауып жатырық. Мыналардың бәрі алдында шабылған жерлер. Біраз тасыды үйге бір 6 тегешке дейін. Тасуға күнім бермеді алдындары. Жауын. Біраз болған майлар тасып кетті. Жауыннан жауын сол енді кеше арғы күні ашылды. Әйтпесе бір жұма жаңбыр жауады. Кішкене 3 күн, 2-3 күн ашылады, қайттан бір жұма жаңбыр жауады. Осы қыркүйек айының жартысынан көбі негізі жаңбыр болды негізі. Көп шаба алмадық. Сол енді алды күні сол ашылып кеше шаптым. Сондай бүгін шауып отырмын. Көптен бері ютубқа видео салмауы көп болды. Сол сіздерге осы жаңалықтармен бөлісе кетейін деп. Мотоциклға ешті отырдым. Жай трактормен кетіп бара жатсам, ана жақтан малдар жүр екен. Негізі ана жақтарда маялар бар. Соны басып тайды. Көріп тұрсаңыздар, ана жақтарда біттей маялар тұр, көрдіңіздер, біттей. Ол негізі нормально болған. Сол 5-6 тауын малдар басып тады. Сосын ол жаңбырдан қарайды, бітті. Ал енді мына жер тұрғанда шүмір үйлер. Ана жол уақыт болмай қалды, әйтпесе мектеп соғып жет мая қылып. Біттей шүмір үйлерді. Сондай жаңалықтар. Қазір енді әкем келеді. Қас сағат 1-дің кезі. Сол енді біраздан келеді трактормен. Волоктарды сырып соға. Сондай жұмыстар. Қазір әкемде жұмыс. Сол енді жұмыс болған кезде бұл тракторды тоқтатып, өзіміздің трактормен сырап отырам. Жаңағыдай волокушамен сырап отырам. Ал бұл енді әкемде демалыс болған кезде ол кісі сырады. Мен сол шөп шауам. Ал жұмыс болса сол 2 трактормен біреумен сырып, біреумен шауып жүрем. Сондай жаңалықтар. Так. Енді біз маялар енді аса қатты үлкен емес. Енді жаңағыдай ана жақтарда енді бірінші шабылған жоқ, ол жақта маялар кішкентай негізі. Орташадан аздау. Ал енді кейінгі шапқан маялар жақсы. Сол бір маядан бір телешке шығады деп айтпаймын. Сол 2 маядан бір телешке шығады енді. Мына кейінгі шабылғандардан, кейінгі итерілген маялардан. Ал енді әр жақтары ең кішкене маялары кішкентай болып қалыпты. Сондай жаңалықтар. Так, сиырларға барып келейін. Сосын көрсетем. Так. Міне трактор тұр, трактордың қасына келдім. Жақсы енді. Мынау міне енді біздің шауып жатқан шөптер. Осындай шөптер. Көк шөп. Әлі де жасыл негізі. Сарғайып бастаса да енді әлі жасыл, түгелдей сарғаймаған. Неге осындай кей жерлер қалыңдау болады. Осы міне кей жерлер осындай болады. Ортада тоже қалыңдау, қалың, кейде тіпті нашар жерлерді болып қалады. Бәрін енді біреуін қалдырмай бәрі шөп отырмыз. Күнім беріп тұрғанда тез шауып алу керек. Так, трактор тұр. Бәрі нормально, бәрі жақсы. Волоктар. Волоктар осындай. Сол. Көріне ме, көрмей ме? Ана жақта бір не тұр, самоход тұр ана жақта.
Нағашым шауып жатыр, кеше әкелген. Сол жақтары шауып отыр. Осы ан жақта енді жылтыңдап тұр, көрдіңіздер ме? Ан жаққа да кісілер келді, кісілер енді бастап жатыр неге шөпті. Ан жақта енді қашан келді? Алды күні келді, алды күні алып келді. Алды күні бастады. Енді бастап жатыр шөпті. Біздің жақта кейбір кісілер. Сондай жаңалықтар. Біз енді августтың аяғында бастадық, бірақ енді сентябрь бойы жаңбыр. Дұрыс шауа алмадық. Міне, косилка. МТ-80. Қазір енді әкем келеді сұруға, жаңа айттым ғой. Сол кезде енді көптен бері түсірем деп ұмытып кетесің. Қазір сол келген кезде біздің тракторды түсірем ғой. Ремонттан кейін, әйтпесе ремонттан кейін түсірген жоқпын видеоға. Жарайды. Сол кезде түсірем қазір. Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Бүгін шөп тасып жатыр бүгін. Бүгін қыркүйектің 28-і қателеспесем. Жексен бүгін. Ауа райы бұлтты. Сәл-пәл жаңбыр жауған сияқты болды түнде. Қатты емес, жай ғана себелеп. Бірақ шөп тасу керек. Ертең бе, бүгін бе кешке жақын жаңбыр жауады дейді, қатты. Бұл жаңбыр жаумай тұрып, біраз тасып та керек дейді. Бүгін планда екі рейс шөп тасу жоқ дегенде. Міне сол біздің трактор бол, міне. Ремонттан кейін бері көрсеткен жоқпын ғой. МТЗ-82 бұл негізі. Тек сол кабинасы, бұрынғы 80 кабинасы. Алдыңғы мосты бәрі істеп тұр, төка жалғаған жоқпыз әлі. Міне күн айыры бәрі қолдан жасаған әкел. Осындай. Қазір түсірем тағы да. Жақсы. Шөп жақсы міне. Көк шөп осындай. Бұл кеше емес, алды күні шабылған шөп. Өзім сырғам жақсылап өзі, үлкен қып. Міне, ана шөп, осы шөп үлкен, жақсы. Қалғандары не? Бір мая, енді қалған маялар жарты телешке десе болады. Екі маядан бір телешке шығады. Алынар енді үлкен. Негізінен алдында жаңағыда екі мая үйді бір осындай средний бар. Мынау енді дөкей дейін дейіп атыр. Жақсы. Әлі шабатын жер бар біраз. Оны шауып бітіру керек. Ан жақтың бәрі не? Мая. Біраз мая бар, 30-дан астам. Так, міне бір телешке бітті. Қазір енді артыңғысын алып түсеміз. Бұна бұлтқа қарасам ауа райы бұзылайын деп тұр. Енді ан жақтар бәрі ағарыпты. Жаңбыр жауып тұрған жоқ, ағып жауып. Сол қазір енді ағаны шығып, мынаны қондырып қою керек. Міне осылай болды, жақсы.
Так, міне екі бір телешке кетті ауылға. Күн енді ойланып тұр. Қазір енді жаңбыр болмаса шығамыз. Бұл нағашым. Байбек нағаш. Ютуб қой, ютуб. Байбек нағаш жан жақта шауып отыр самосатпен. Екінші рейсқа келдік. Ауа райы не болып тұрғандай? Жауып тұрғанда қалай? Қатты жауып тұрған жоқ, ақырын ғана. Бөлінбей жауып тұрған емес. Тұман болып кішкене. Дымқыл болып тұр. Кішкене шөптер. Сәл ғана. Былай нормально. Ағана шөп шабайын деген шөп шабуға келмеді. Сол енді бәрін бір рейс апарып, тағы бір рейске келдік. Бүгін сол 28-ді алдында көрсетен дедім сол тракторды. Бүгін сәт түсіп көрсетіп жоқ. Сол қазір екі телешкені толтырып қайтамыз. Сосын бүгінге жұмыс бітеді, шөптің шаруасы бітеді бүгінге. Алда уақытта малдарды көрсетем ғой. Жылқыға бару керек. Жылқының GPS батарейкасы отырайындап қалды. GPS батареяны ауыстыру керек. Так, міне екінші рейс. Болдық міне. Ол енді не бүгінгі осы ағана бір рейстен осы екінші рейс. Ол енді сатылып жатырмыз. Мен сіздерге айтпаппын ғой. Үйге айттым ба, ұмыттым. 4 телешка апарып, әлі 4 телешка бар. Бұларды енді үйге емес ол. Ауылда сатып жатырық. Біздің ауылда шөптің бағасы 75 мың. 70-75 мың бағасы. Кейбір кісілер 60 мың, 65 мыңға де сатады. Біздің бағасы сол 70-75 мың. Сонда жаңалық. Осымен енді шөптің жұмысы бітті. Шөп шаппаймыз. Бүгінше болды. Аман сау болыңыздар. Видеоны лайк бас комментар жазып кетіңіздер. Арнаға тірек кетіңіздер. Отбасыларыңызға саулық, аман болыңыздар. Еліңіз тыныш, жұртыңыз аман болсын. Сау болыңыздар. Міне осындай.